Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Ойлау оңай, әрекет қиын, ал ойды әрекетке айналдыру ең қиын нәрсе дегендей, қазіргі уақытта әрбір педагог үшін өз білімдерін шыңдау, дамыту басты мақсат болып табылады. Себебі, білім бір орында тұрмайды, ол үздіксіз дамып отырады. Мұғалімдер тәжірибесі саласындағы білім жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тәсілдердің бірі сабақты зерттеу және іс-әрекеттегі зерттеу үдерісі. Ал енді сабақты зерттеу мен іс-әрекеттегі зерттеудің қандай ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар екен, соған тоқталып өтсек. Ең алдымен айырмашылығына келетін болсақ, сабақты зерттеуде мұғалімнің кәсіби біліктілігі жетілдіріледі. Топ болып жұмыс жүргізіледі. Мәселелер бірігіп шешіледі. Сабақ бірлесе жоспарланады. Сабақ жоспары алдын ала талқыланады. Зерттеу сабағы өткізіледі. А, Б, С деңгейлі оқушылар бақыланады. Сабақтан соң талдау жүргізіледі. Сабақ қайта жетілдіріледі. Ал іс-әрекеттегі зерттеуде мұғалімнің өз пәні бойынша проблемасы шешіледі. Зерттеу мәселесі анықталады. Іс-тәжірибеге енгізілген өзгерістер және деректер жиналады. Тәжірибеге өзгерістерді енгізу үшін тізбектелген 4 сабақ өткізіледі. Әр сабақтың жетістігі мен кездескен кедергілері талқыланып, қажетіне қарай әдістер өзгертіледі. Деректер талданып, қорытындыланып, оқытудағы келешек өзгерістер жоспарланады. Ал енді ұқсастығына келетін болсақ, екеуі де зерттеу түрлері. Екеуі де белгілі бір циклдардан тұрады. Екеуінде де оқушылар жайлы деректер жиналады. Сөзімді қорытындылай келе, белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін сабақты зерттеу мен іс-әрекеттегі зерттеудің маңыздылығы өте зор және де бұл үрдіс үлкен еңбекті қажет етеді дегім келеді.